Махаббат мехнатта. О Генри Ақш. Орта батыстан Нью-Йоркке келген Джордж сурет сызбақ. Оңтүстіктен Нью-Йоркке келген Дилья музыкамен шұғылданбақ. Джордж бен Дилья сурет үйінде кездесті. Содан көп өтпей, екеуі достасып көңіл қосты, үйленді. Аяда үйде тұрғандығы болмаса, олар бақытты еді. Сыйласымды жақсы тұрды. Оның үстіне екеуі де көркемөнерге беріледі. Қалталары қағылып, ақшасы тақыр таза таусылғаны өздеріне мәлім болғанға дейін, олардың тірлігіндегі әрбір іс көңілдегідей өтіп еді. Дилья жеке семьялық музыка мұғалімі болуға бекіді. Мұны бір күні түстен кейін күйеуіне айтты. Сүйіктім Джордж, мен бір шәкірт таптым. Генералдың қызы екен, мінезді биязы бала өзі. Аптасына 3 рет сабақ берем, әр сабағы $5. Бірақ Джордж пейілді болмады. Мен айға бата бермекпін бе, деді ол. Сен ғой менің көзімше жұмыс істесең, ал мен сурет сызып қана жан қинамай отырсам, жоқ, мен де тұрбынайын. Джордж, сүйіктім, анық ақымақсың, деді Дилья. Сурет сызуға сен үзбей жаттыға беруің шарт. Аптасына табатын $15 мен қарын тоқ, киім бүтін күн көреміз. Сызғандарымның кейбіреу сатуға да жарар, деді Джордж. Олар күнде таңертең қайырласып, кеште табысады. Бір апта өткенде Дилья $15 алып келді. Қалжырап, шаршаған еді. Кларментина кейде мені қатты қинап қояды. Сабақты жақсы пысықтамайтын көрінеді. Десе де генерал өте аяулы қарт екен. Сен бір көрсі-ау деп жүрмін, Джордж. Джордж шаңғалтасынан $18 ақша шығарды. Олиядан келген біреуге сызған суретімнің біреуін саттым. Тағы біреуін алмақшы болып келісті, деді ол. Қуанып қалдым ғой, деді Дилья. $33. Мұндай көп ақша ұстап көрмеп едік. Бүгін кешкі дастарханымызды бір молынан жаялықша. Екінші апта. Джордж үйіне келіп $18 тапауатын үстелге қойды. Жарты сағат өткенде Дилья кірді. Оң қолы таңулы. Қолыңа не болған? Деп сұрады Джордж. Дилья күле сөйледі. Ой, бір қызығыс болды. Кларментина маған тәрелкемен сорпа беремін деп, жарымын қолыма төгіп алды. Өзі де қатты қынжылып кетті. Қарт генералда ыңғайсызданды. Ал сен маған неге бұлайша қарай бересің, Джордж? Түстен кейін қай мезетте күйдірдің қолыңды, Дилья-ау? Сағат 5-те ғой деймін, әлгі өтік, айтайын дегенім әлгі сорпа сағат 5-терде әзір болып еді. Мұны сұрап қайтесің? Бер кел, Дилья, отыршы. Джордж оны қолынан тартып диванға отырғызды. Өзі де оның қасына отырды. Істеп жүргенің не ауқат, Дилья? Рас, музыка мұғалімі болып жүрсің бе, шыныңды айтшы. Дилья жылап жіберді. Бірде шәкірт тапқам жоқ, деді ол. Сондықтан кір жуатын орыннан өтік басатын жұмыс тауып едім. Бүгін түстен кейін ондағы бір қыз байқаусызда өтікті қолыма басып алды. Содан қолым қарылып кетті. Бірақ, Джордж, сен қайдан білдің? Менің жеке семьялық музыка мұғалімі болмағанымды? Оңай, деді Джордж. Қолыңдағы орауыштың қайдан келгенін білем. Астыңғы қабаттағы кір жуу үйінде істейтін. Ыстық үтікпен біреудің қолын қарып тастаған қыз балаға бұларды мен бергем. Түсінген боларсың. Мен де сен жұмыс істейтін кірхананың машина бөлімінде ауқат қылам. Онда суретіңші, Олиядан келген адамға саттың ба? Қойшары, генералың мен оның Кларментинасы жоқтан жонып тапқан сөзің ғой. Ал менің әлгі Олиядан келген деген адамымда өтірік. Іле, екеуі де қатты күлді.